Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? 23-ші сабағымыздың тақырыбы «Менің пәтерім», көмекші есімдер. Моя квартира, служебные имена. Сегодня мы научимся рассказать о своем квартире на казахском. Для начала познакомимся с тематическим словарем на тему «Квартира» и на его основании научимся описать свое жилье. Пәтер, квартира, үй, дом, босаға, порог, бөлме, комната, шатыр, крыша, қабырға, стена, балалар бөлмесі, детская комната, дәліз, коридор, жатын бөлме, спальная, жуынатын бөлме, ванная, кіреберіс, прихожая, қонақ бөлме, гостиная, ас үй, кухня, әжетхана, туалет, мұржа, дымоход, қабырға, стена, жер телімі, земельный участок, жертөле, подвал, саты, лестница, төбе, потолок, терезе, окно. Грамматическая тема занятия «Көмекші есімдер», служебные имена. Служебные имена описывают расположение предмета в пространстве и часто соответствуют предлогам русского языка. Употребляется всегда в притяжательной форме, в основном третьего лица, а затем присоединяется окончание падежи, чаще всего местного падежа «ында», «нде». Например, «үстінде», наверху, над. Образовалось от слова «үсті», верх, поверхность, астында, под. Образовалось от слова «асты», нижняя часть. Алдында, перед. Образовалась от слова алды, передняя часть. Артында, за. Ішінде, внутри. Сыртында, снаружи. Арасында, между. Среди. Қарсысында, напротив. Қасында, возле. Жанында, около. Түбінде, на дне. Ортасында, в середине, орталығында, в центре, шетінде, на крайне, айналасында, вокруг, оң жағында, справа, сол жағында, слева, бетінде, на поверхности. Давайте сейчас вместе разберем обучающий текст и научимся описывать квартиру. Мен көп қабатты үйде тұрамын. Я живу в многоэтажном доме. Менің пәтерім 5-ші қабатта орналасқан. Моя квартира находится на 5-м этаже. Онда 3 бөлме бар. В ней 3 комнаты. Бізде қонақ бөлмесі, жатын бөлме және балалар бөлмесі бар. У нас есть зал, спальная и детская. Тағы біздің пәтерде ас үй, жуынатын бөлме, балкон бар. Еще в нашей квартире есть кухня, ванная и балкон. Жатын бөлмесінің оң жағында балалар бөлмесі бар. Справа от спальни находится детская. Жатын бөлмесінің сол жағында жуынатын бөлме бар. Слева от спальни находится ванная комната. Балалар бөлмесінің қарсысында қонақ бөлмесі бар. Напротив детской находится гостиная. Ас үй қонақ бөлмесінің алдында орналасқан. Кухня расположена перед гостиной. Қазақ халқында туған үйдің түтіні жылы деген мақал бар. Баспанамыз құтты, берекелі болсын деп тілеймін. В гостях хорошо, а дома лучше. Как бы хорошо не было в гостях у кого-либо, но дома все-таки лучше. Желаю вам домашнего уюта, комфорта, благополучия. Пусть в доме царит покой и счастье. Келесі кездескенше сау болыңыздар.